Біраз ойланып та келдім. Бірнеше себептер қосылып кетті десем болады. Келмеуге байланысты, шаруалар келмеуге көбейді байланысты. демек. Түсінікті. Балет жақсы билейді екен Сатолет, оны да көріп келе жатырмын. Не дейді? Балет жақсы билейді екен деп жатқан. Кейіне мақтау болды ғой бұл, мақтап қойдыңыз ғой бір. Иә, мен всегда мақтаймын ғой, негізі. Ешқандай нем жоқ, бірақ Сатолеттің қазір жаңа тыңдап отырмын, айтып жатқан сөздеріне түсінбей жатырмын да. Өзі келіп, тоқтай ма, ара қатынас, тоқтаса, тоқтасын деп кеткен адам, мына жерде мен қыздың артынан баруға тырыстым, ол сөйлескісі келмейді деген нәрсесін түсінбей қалдым да. Сатолет, сен келдің, сөйлесуге келдің, иә, мен сөйлестім. Оған дейін сөйлеспей жүрген шығармын, бірақ сен келдің да, тоқтаса, тоқтасын, маған керек емес олай жүгіру деген кезде, жоқ, Сатолет, жалғастырайықшы, маған бір ара қатынас қатты керек, мен сені жақсы көрем деген ответ күттің ба менен? Білесің ғой, сен менің мінезімді беске білесің. Мен сенен еш нәрсе күткен де жоқпын ғой. Онда неге сен басқаша қылып айтып отырсың қазір? Мен басқаша қылып айтып, мен болып жатқан нәрселерді айтып отырмын. Бір как будто екеумізде бір сол моментте бірдеңе үзіліп кеткен сияқты болды менде. Екі бөлек адам болып қалған сияқты сезілді да. Бір күн сөйлеспедім, ешкіммен сөйлеспедім, үйімдегілермен де сөйлесе алмадым. Сестренкам хабарласты, не болып жатыр, Зарикуш, нормально ма барлығы, мұндай жоқ еді ғой деген сияқты. Ешкіммен сөйлесуге зауқым болған жоқ. Сатолет те хабарласты, алған жоқпын. Кешке бір жұмыстарым болды, сосын киноға бардым, жалғыз өзім болғым келді. Өзіммен өзім тіпті ойлайтында ештеңе жоқ. Просто адам андай бір вакуумның ішінде тұрып қалады ғой. Сондай бір, ақпарат келмейді, ақпарат шықпайды, өмірде бір знак сұрайсың, ештеңке болмайды, бір сондай моменттер менде болды. Не істерімді білмедім. Киноға барған кезде Сатолет хабарласты. Қайдасың, осындай сөйлесуіміз керек. Мен қазір сөйлескім келіп тұрған жоқ дедім. Қазір емес дедім. Сен осындай ханзадалық кезде, осындай нағыз көмек керетін кезде кет қалдың ғой деп ше, солай нәрсесін айтты.